Көрермен бізде жаңа жоп Аделя мен Ернар. Хейтке қалған ең бір көп хейт алған таныстықтағы адамдар еді. Енді жопсыздар, құтты болсын. Дұрыс, басқа көшедегі адамдарға эмоция сыйлаған дұрыс. Бірақ мына кездесуде не көріп жатырмыз? Бұл жерде бір күліп жайнап отқан перизатты көріп отқан жоқпыз да. Бұл жерде кәдімгі амал жоқ, өзін сендіргісі келіп жатыр. Осы Ғалымжан менің болашағым шығар деп сендіргісі келіп жатыр да, бірақ дәл менің жағдайымдағыдай болып отқан сияқты. Жүрек басқаша сөйлейді, ми басқаша сөйлеп жатыр да. Ғалымжанның мына әрекеттерінің барлығы ертең бекер болып қалатын сияқты. Дәл үйсіп отыра беретін болса перизаттың жүрегі бәрібір нуни деп соғатын сияқты. Сен 1000 гүл әкел, 2000 гүл әкел, бәрібір де ана жерде нуни кәдімгі бір шоқ гүлімен келсе, соған кетіп қалады сияқты менің ойымша. Осы жерде қоса кетсем, негізі сол кезде көрген болатын. Ғалымжан өте керемет ұсыныс бағанағы таныстыққа деген сияқты жақсы өзінің керемет әрекеттерін жасады. Енді Ғалымжанға тікелей сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы кездесу барысында сол бір кішкене бір суықтықты сездің бе сен? Қандай әңгіме болды орталарында? Әлде көбінесе телефонға алаңдаулы болды ма деген сияқты перизаттың тарапынан? Жоқ, наоборот, керісінше айтқанда Перизат екеуміз жақсы сөйлестік. Бұл кісінің болашақ андай былай айтайыншы, Перизатқа сұрақ қойдым мен. Сенің болашақта бір болады ғой, армандайықшы дедім да. Бір өзіңнің бір идеальный күніңді қалай елестетесің дедім да, соны айтып берші маған дедім. И маған айтып берген болатын. Соны қазір айтып берсең қалай қарайсың? Болсахан мен Нұржанға ответ беріп қояйыншы. Мен бұл таныстыққа не үшін я дедім. Ер азаматы келіп, очень красивый жестменен маған предложение қылды. Отказ қылғаны тоже это не вариант. Бізде не только қатысушылар емес, не только Ғалымжан артынан емес, бізде қырғыз елі, қазақ елі қошқон үшін мен я деп айттым. Жоқ, енді сонда іштегі перизат, іштегі сезім ше, іштегі сезім. Халық қосты екен, гүл әкелді екен деп сонда кетіп қала бересің ба сен? Нуни да саған жақсы, фен сыйлады, жақсы дүниелер әкелді. Сол үшін де танысып кеттің ба сонда сен сонымен? Қалай түсінуге болады ол? Сен әңгімеңнен қазір сен өз-өзіңді ұстап беріп тұрсың да, халық қосты, бүкіл қырғыз елі қосты, гүл әкелді. Мен сол үшін танысқа я дедім деп отырсың да. Сонда сезім ше, сезім жоқ па сенде? Ғалымжанға деген сезім? Жоқ. Перизат, мәселе сезімде емес. Bir күн болды ғой. Перизат, Нұржанның айтып жатқаны, сіздің айтып жатқаныңыз қазір бір Ғалымжанға әйтеуір мен я дедім, ұят болмасын, елдің алдында ыңғайсыз жағдайға қалдырмайын дегендей етіп айтып отырсыз. Бірақ сіздің араларыңызда бәлкім симпатия бар шығар, сіздің стандарттарыңызға сай келе ме? Негізі бойы ұзын, маған негізі осындай жігіттер ұнайды, бірақ жан дүниесін мен әрі қарай білгім келеді десеңіз, ол бөлек әңгіме. Ал бірақ елдің алдында ұятқа қалдырмайын деп я дедім десеңіз, ол енді болмайды ғой ондай дүние. Жоқ, Баласа ханым, анам да айтып кеткен ғой, жасына да саған сай келеді. Внешности тоже, да, бой ұзын балдар жағады деп айтқаным бар, сдержанный. Эми время покажет деп айтам тек қана. Балсахан мен бағанағы Нұржанның ойынша айтын өтір ғасырын кеп тұр да. Кішкене енді бұл жерде Ғалымжанды біз жасыра алмаймыз, өйткені ғашық адамның әрекетін істеп жатқаннан кейін біз Ғалымжанды айыптай алмаймыз негізі ше. Жай ғана бұл жерде Нұржанның әңгімесінде сол әңгіме негізі ақырғы екеуінің ортасындағы сезім бар, бірақ қосылмайды. Бірақ бір-бірінше жылайды деген сияқты ше. Бір-бірін қимайды, бір-бірін жақсы көреді. Бұл жерде то же самое кетіп жатыр негізі. Ну не қимайды? Ол да жылайды перизатта. Маған қызығы, не Құдай қинап жүр бұларды деген сұрақ келеді. Не Құдай қинайды сендер, кім қинап жатыр сендерді? Шынымен ғашықсың, неге қосылмайсыңдар сендер? Шынымен, ол негізі бағана видеода артынан да көрініп тұр негізі, сен кездесуде отырғың келіп тұрған жоқ екені, Нұреде қимайтының да сен түрінде жазылып тұр негізі. Қай Құдай қинайтын маған қызық та Балсахан. Халық та ойлайтын шығар мүмкін. Бұлар неге өйтіп жатыр деген сияқты ше. Просто ертең Ғалымжанның әрекеттері жарайды енді ғашық адам әрекетін істеп жатыр ғой. Ғалымжан әрекеттері жай ғана тыс қалып қала ма? Просто кейін өзіме өзі қалып қала ма деген ой келеді просто. Не үшін өйтіп жатыр екеуі деген. Балса ханым, қайырлы күн. Енді мен ойлаймын да, жалпы сөз бар ғой. Қыз үлесі қашанда болуына, ол үшін жоқ сүюдің жолы жаңа. Жаным деген жігітті жек көрмеңдер, өзі сүю қыздардың соры ғана дейді да. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы қыз баласы өзін сүйіп тұрған, өзіне қадам жасаған жігітті көбірек бағалайды. Чем қыз бала жақсы көріп, қиналғанша, менің ойымша енді Ғалымжанның жасап жатқан қадамдары дұрыс, мүмкін ақталып қалады дегенде үміт бар. Ал қазіргі перизаттың суықтығы мүмкін уақыт өте келе, Ғалымжанның қамқорлығын көре келе, мүмкін жүрегі жіби ма дегенде ой. Ал сырттай жылап отыратын жігіттер менің ойымша қыздарға керек емес. Негізі сөзбен ғана сезімін айтып емес, адам ісімен де дәлелдеу керек деп ойлаймын. Балса ханым, осы жерде айта кетейінші, енді жұма күні менің атым деген біраз аталыпты ғой. Мен болмай қалдым. Енді осы жерде қатысушыларға болсын, перизатқа болсын бір сұрағым болып тұр да. Негізі Абылай всегда ортаға шыққанда перизат бір сұрақ қойылады да. Мен перизатқа осы жерде негізі Нунидің да, жаңа Ғалымжанның да қатысы жоқ. Негізі түпкірінде ол перизаттың ойында Абылай жатыр. Балса ханым, сол сұрақты қойғым келеді. Иә, Абылай әлі де жатыр деп ойлаймын. Ол қол жеткізе алмаған бір несі болып тұр. Абылай қалып кетті да, жабулы күйінде. Абылай өз-өзін ақтап ала алмай қалды. Осы жерде негізі мен перизатқа ондай сұрақ қоймайтын едім жалпы ше. Өйткені осы жерде жаңағыдай білмеймін, перизат қандай мақсатпен келіп отырсың? Жігіт іздеуге келіп отырсың ба? Или іріткі салуға келіп отырсың ба? Арамызға деген келеді. Ақыркеге айтып жүрген өтірікші деп перизат екен деймін да осы жерде. Үндемей отырып біз Абылай екеуміз жай сөйлескенімізді ақыркеге барып айтып барған. Негізі Айжан мен Абылай осылай өтірік әңгіме айтып жүр деп. Өткен жолы әңгімені айтып жатсыз. Иә, сол кезде перизат екен. Шықпай қойған себебі естіген әңгімені кім перизат екен сол кезде? Сол перизат. Иә, бәрімізді өтірік шығылтып, бір-бірімізге іріткі салып, сондай әңгіме айтылған перизат деп естідім. Сол рас па негізі? Перизат. Мен айтып айтқан емеспін. Микрофонды берсең, пусть она сама ответит. Ағаке.
Баласа ханым, мен ойлаймын, мына жерде перизатты қосудың қажеті жоқ. Мен главное білдім, қандай әңгіме болған. Айжан, сен білдің ба, өзіне шешім қабылда, сарала да түйінде де болды. Ешкімге тиісудің қажеті жоқ. Мына жерде халықтың алдында қатысушылардың атынан өтірікші деп, ол қашанғы жалғаса береді деймін да, осы қатысушылар. Менің аузым жоқ па сонда? Сарала да үндемей отыр. Жоқ, нифига подобно, онда ештеңе болмайды. Мен де маған айтылып жатыр ма? Мен де айтам. бұл жерде Ақерке, сіз қазір барлығын қой тақырыпты жап деп жатсыз ғой. Бірақ мен Айжанның айтып отырғанын түсініп отырмын. Неге? Себебі сол әңгімені ақыр сіз естігенсіз, перизат айтты деп. Содан кейін сіз қазір айтып отырсыз. Жоқ, баласы ханым, андай сөз менің аузымнан шыққан емес. Сіз айтқан жоқсыз. Ал әңгіме таныстық бастағаннан бір күн мұрын болған екен. Келіп айтқан ғой. Мен ақша деп айтқан емеспін, бірақ я уверена, былай ошентип айтқан. Жоқ, осы жерде баласы ханым перизат алдында отырған, сол жерде бәсе жаңа аяқ астынан ақталып жатыр да, Айжан, біз 3 айдан бері екеуміз ұрыспадық қой, ұрыспай ақ қояйықшы, мен түсінбей жатырмын. Перизат қоя тұршы деді, мына жақта ортада басқа әңгіме болып жатыр. Неге перизат араласып кеткенін түсінбедім да, потом мен уже сыртта естідім, что конкретно перизат сондай Ақеркеге сондай әңгіме айтылыпты. Енді Ақерке қазір айтып отыр ғой, саралада тыныш отыр дейді. Тыныш отырмаймын мен, болды. Айжан, мен саған біріншіден тыныш отыр деп айтқан жоқпын. Өзіне түйіндеп ал дедім. Ол нәрсені білсең, перизат екен деп саған айтты ғой. Соны түйіндеп ал деп жатырмын. Өзіне шешім қабылдап ше. Үндеме деп айтып жатқан жоқпыз. Біріншіден, екіншіден, мына жерде перизаттың әңгімесі бойынша перизат айтып отырған жоқ. Именно сол әңгімені айттым деп ше. Мына жерде керек болса барлығы ол әңгімені айтқан ше. Абылайдың осылай жасайтыны деген сияқты. Именно сендердің әңгімелерің бойынша Баласы ханым, осы жерде неге перизат жаңағыдай Ақерке? Жоқ, ол жерде олай болды. Екінші күні маған перизат келді, айтты, Абылай мен Айжан саған бір нәрсе дайындап жатыр. Мен өттім да екеуі апыр-топыр болып сен туралы әңгіме айтып жатыр деді. Негізі сондай әңгіме болды. Баласы ханым, осы жерде айта кетейін, Оны перизат негізі... Айжан, тоқтаңызшы. Перизат оны андай жасырып қалған жоқ, ол барды да редакцияға барып, реклама кезінде барып айтты, мен осындай әңгімені естідім деген сияқты ше. Ал менің жағдайыма келетін болсақ, ол жерде мен айттым, бәрі осы жерде на то пошло, бәрі ол нәрсені айтады ше. Даже таныстыққа я дегеннен кейін бәрі айтты, типа, ну, кажется, ода сезім жоқ сияқты, осындай нәрсе сияқты деген әңгіме болды. Өзіңіз сол көп адамның айтқанынан түйген ойыңыз болып тұр, иә? Бірақ бұл жерде мәселе неден басталды? Сол күні сіздің өзіңіз айтқан боларсыз. Яғни ол мен кездесуге шықпаған себебі бір қыз келіп маған, қатысушы келіп, осындай сөздер айтқан болатын, ол маған сондай әңгімелерді айтыпты, Абылайхан сен неге олай айттың деп мәселе осылай басталды ғой. Иә, сол. Демек, сіздің айтқаныңыз бойынша себеп басқа болып тұр. Жоқ, негізі кездесуге шықпауыңыз. Мен үшін, мысалға, бірінші күні барлығы айтты ма, екінші күні перизаттың сөздері мен үшін бір андай қалай қосымша. Иә, қосымша андай, дұрыс болыпты шықпағаныма деген сияқты әңгіме болды да. Бірақ та мен соның өзінде де шықпағаныма дұрыс деп санаймын. Баласы ханым, что мен сөздеріңізді бөлейін, бізде дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз. Бұл сыйлықтар перизатқа кереметтей. Бұл тотығыс, иә? Бұл комнатаға сият Нұржан енді. Ошыл асырай алмадым деп кетпесе болды енді, ұнамады деп ше. Перизат ұнады ма? Рахмет үлкен, я ұнады. Бірінші рет алып жатырмын ондай подарка, спасибо большое. Вместе будем ухаживать. Болды, сен оған жүрсен болды. Жәнібекке жауап бере кетеші. Ну, біраз айта кетсем, Жәнібекке жаңа Ғалымжан сыйлық беріп жатыр, қыз қабылдамады, үйіне апармады деген сөздер болып отыр ғой. Негізі мен кімге де сыйлық берсем, кім болсын, үйдегілер анам болсын, мен главное берем, ол кісі қуанса, мен де қуанам да. Главное бұл қызға ұнады. Играть айтып қойдым, ұнады деп. Ладно. Главное ұнаған екен, мен де қуанам негізі. Ары қарай өзі біледі енді. Жарайды, басқа адамдар қуантқысы келді ғой енді. Жарайды, ол үйде бәрі құр тұрады дегендей. Жарайды. Сен өзің де қуанып қалдың. Иә, мен де қуандым. Басқа да адамдар да былай жүр екен, соны таратқан ол кісілер де қуанып қалды, мен де қуанып қалдым, бұл да қуанып қалды дегендей ғой. Ғалымжан амал жоқ қуанады ғой, сен қуанғаннан кейін бұл қуанады ғой, не дейді? Жәнібек сіз сондай шығарсыз, может, мен ондай. Иә, баласы ханым, мен Жәнібек ағамыз енді не үшін шырылдап жатсың, не үшін бүйтіп жатсың, не үшін қорғап жатсың деп жатыр ғой. Мен ондай артынан әңгіме айтып, таныстық тоқтаса, бетіне басып сен мынандайсың, сен жаман адамсың дейтін адамдардың қатарынан емеспін, баласы. Мен потому что таныстықта болған адам, мен болашақта қорғаймын да, қорғай да берем. Жақсы. Таныстық жалғаса ма? Иә, әрине жалғасады. Жалғасады. Иә, жалғасады әрине. Жақсы, сыйлық